Сәлем балалар, бүгінгі біздің зертхана орталығына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен зертханалық жұмыс жасаймыз. Зертханалық жұмысты біздер сүтпен жасаймыз. Сүтті біздер білеміз, оны не істейміз біздер? Ішеміз, ол адам денсаулығына пайдалы. Сондай-ақ бүгін балалар дұрыс, сүтте дәрумен көп, оның ішінде күшіміз көп болады екен. Жақсы. Енді балалар, бүгін сүтпен біздер ішпейміз, біздер онымен тәжірибе жасаймыз. Ол үшін балалар бізге арнайы ыдыс керек, одан кейін сүт керек, одан кейін сабын керек, одан кейін түрлі түсті бояулар керек, және мақталы таяқша керек, және сабын салатын ыдыс керек, сұйық сабын салатын ыдыс керек. Одан кейін балалар әр тәжірибе өткен сайын қолымызды сүртеміз, суы шөлек. Енді балалар, қазір мен сіздерге бояуды тамызамын. Бояу тамшыларын тамызамын. Әртүрлі көріп отырсыздар. Әртүрлі түсті тамызамын. Енді сіздер сабынға батырылып отырған, ұстай құлағына. Енді мына бояулардың үстінен тамызасыздар. Бұлай тамызасыздар. Сонда әртүрлі жаңағы жұлдызшалардың шыққанын көреміз. Міне тамызалы. Ал жаңағы батырағы. Сонда не байқадың? Не істеді? Түстер не істеді? Не істеді түстер? Өзгерді ме? Тағы да қызыл түстің үстінен. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы. Көк, міне көк түстағы берейін. Не? Міне, саған да тамызайын. Ал. Көрдің? Тағы да түстердің үстінен сала бер. Жақсы, өте жақсы. Көктің үстінен көр. Әртүрлі жаңағы түстер, әртүрлі ою өрнекті көріп тұрмыз. Солай ма балалар? Зеренікі өте тамаша шыққан екен. Өте жақсы балалар. Тәжірибе ұнады ма сіздерге? Енді балалар қолымызды сүртеміз. Келесі тәжірибемізге дайындаламыз. Енді балалар, ол үшін біздер арнайы құйылған стакандағы суға мына даршынды саламыз қасықпен. Содан кейін оған қолымызды батырамыз суда, қолымызды көреміз не шыққанын. Ал әлі салағы, алып салағы. Алда үстіне салағы. Өте жақсы. Сен де салағы тастағаннан алып. Бетіне себелеп салағы. Сен де салағы. Міне. Жақсы. Өте жақсы. Міне жайылды да. Енді осы даршынға қолымызды батырамыз. Қолымызды, саусағымызды батырайық. Батырыңдар. Батыр. Енді алыңдар, қолдарыңды алыңдар. Қараңдаршы балалар. Қолдарың ылғал ма, әлде құрғақ болып шықты ма? Құрғақ, дұрыс та? Балалар, құрғақ болуы балалар, міне қараңдар. Су бізде сұйық, және даршын құрғақ.
құрғақ болғасын ол ылғалды тез сіңіріп ала алмай жатыр да, сосын біздің қолымыз құрғақ болып шығып тұр. Өте жақсы, рахмет балалар.